ұбт-да келетін сұрақтардың бірі, міндетті түрде келеді бұл сұрақ, химиялық элементтердің период бойынша қасиеттерінің өзгеруі. Мынандай сұрақ келіпті. Атом радиусы кему ретімен орналасқан қатарды анықтауымыз қажет. Бұндай сұрақтарға жауап беру үшін бізге периодтық кесте қажет. Және осы периодтық кестеде біз фтор және Францияға қарай жол жүретін боламыз. Енді қараймыз, атом радиусы бізде не істеу керек? Кему ретімен орналасуы қажет. Атом радиусы жалпы металдық қасиетпен бірдей өзгереді. Яғни металдық қасиет қай бағытта кемиді? Фтордың бағытында кемиді. Сәйкесінше дұрыс нұсқа жауабында біз фторға қарай бағыт алуымыз қажет болады. Енді жауап нұсқаларын салыстырып шығайық. Бірінші жауап нұсқасы А нұсқасында станум, германий, плюмбум, кремний дейді. Яғни біз станумнан Германияға жол жүреміз, и Германиядан қорғасынға қарай жол жасауымыз қажет. Қорғасын бізде төменгі жақта орналасқан, яғни резко төменге қарай түсіп кетеміз. Бұндай жауап нұсқаларын бірден алып тастаймыз, себебі бізде түзу жол болу қажет. Түзу бағытта қозғалуымыз керек. Резко астыға, оңға, солға бұрылып кетпейміз. Яғни бұл жерде бұл жауап нұсқасы келмейді. Екінші нұсқаны қараймыз. Натрий, магний, күкірт, хлор. Көрейік ал. Мінекей натрийдан магнийға қарай тура кетіп бара жатырмыз. Магнийдан күкіртке және күкірттен хлорға. Хлор бізде мінекей. Біз қай бағытқа қарай қозғалып жатырмыз? Қарасақ, міне фтор бағытына қарай бағыт алдық. Яғни бұл жерде атом радиусы не істеп жатыр? Кеміп жатыр. Дұрыс жауабы Б нұсқасы болады екен. Енді қалған нұсқаларды да тексеріп шыға салайық. С нұсқасында литий, натрий, калий, рубидий дейді. Так, яғни міне литийдан натрийға, натрийдан калийға, калийдан рубидийға. Біз қай бағытқа қозғалып барамыз? Төменге қарай, яғни Францияға қарай бағыт алып жатырмыз, ал бұл жерде бізде атом радиусы керісінше артады екен. И соңғы Д нұсқасында кремний, кремнийдан алюминийға, алюминийдан магнийға, магнийдан натрийға, яғни біз тағы да Францияға қарай бағытта алып жатырмыз. Бұл жерде де атом радиусы бізде не істейді? Кемиді. Сол себепті де дұрыс нұсқа жауабы Б нұсқасы болады екен. Натрий, натрийдан магний, магнийдан күкірттен хлорға. Яғни біз фторға қарай бағыт алып жатырмыз, сәйкесінше атом радиусы бізде кеміп жатыр екен. Егер видео пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Көптеген нұсқа талдау, есептер, теориялық сұрақтардың талдауы осы